ахуал орнату мақсатында осы ойынымызды ойнаймыз. Сендерге осы шашыны лақтырамын, қайсысы түседі, соған жауап бересіңдер. Түсінікті ғой? Иә. Орныңнан тұра бересің. Ал енді Көркемге тұрып амандасың. Көркемге береміз. Көркем, сен біреуге лақтыр. Досымды мақтар. Досым, сен өте мейірімді және әдемі қызсың. Тұра бересің. Үш рет отырып тұру. Жақсы алды. Жақсы, өте жақсы. Келесі. Шұбатпен амандасу. Жақсы. Ержанмен амандасың. Керемет. Жақсы балалар, олай болса, бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Көңілдерің көтерілді ме? Иә. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қазақ халқының салт дәстүрлері. Олай болса, сендерді бүгінгі сабақтың мақсатымен таныстырайын. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты сюжетті суреттердің фотосуреттер желісі бойынша әңгіме құрастыру, тура және ауыспалы мағыналы сөздерді, көп мағыналы сөздер, амоним, антоним, синоним сөздерді көркемдік ерекшеліктеріне сай қолдану. Түсінікті ме балалар? Иә. Бүгінгі сабақ барысында осы аталған мақсаттарға жетеміз деген ойдамын. Ал балалар, олай болса, топқа бөлініп алайық. Топқа шаңырақ әдісі арқылы бөлінетін боламыз. Маған. Ал енді балалар келіп, өздеріне бір Қазақстан шоколадын таңдаймыз. Келе берді, барлықтар. Балалар, алдарында тұрған бағалау парағын көрдіңдер ме? Иә. Олай болса, сендерді таныстырып өтейін. Осы бағалау парағында көрсетілгендей, әр тапсырманы орындаған сайын ұмытпай қазақша оюларды бояп отырасыңдар. Түсінікті ме? Иә. Өте жақсы. Тақтаға назар аударамыз. Сендерге видео материал көрсететін боламыз. Ғана жас ана босанғаннан кейін бүкіл елге сүйінші жеткізіледі. Кім сүйінші айтады, соған сыйлық беріледі. Айтпақшы, сүйінші жеткізген кезде бала жынысын тура емес, астарлап айтады. Мысалы, ұл бала туса, ат ұстар, қыз туса, қырық желеді деген. Жалпы астарлап айту қазақ халқының дәулетті азамат болсын деп тоқ ішекпен, шөптей көбейіп ұрпақты болсын деп көк шөппен тұсауын кестіреді. Бұл үшін де кей кездері Геннадий Головкин біреудің тұсауын кесіп жатқанын көріп тұрамыз. Сырға той және сүндет той. Сүндет той жайлы бәріміз де білетін шығармыз. Ол кезде ұл баланы сүндетке отырғызады. Ал қыздарда да сондай той бар екенін білесіздер ме? Оның аты сырға той. Қыз баланың құлағына ең алғашқы сырға кигізген кездегі той. Сүндет тойда ұл бала азамат. Жақсы балалар, олай болса, көрсетілген видео материалда қандай салт дәстүрлер туралы айтылған екен? Ұлағат? Сол кездер сүндет той, сырға салу, қызылдату секілді. Жақсы, өте жақсы отыра ғой. Ал тұсаукесер дәстүрінде қандай жіптерді қолданған екен? Айару? Тұсаукесер дәстүрінде бізде ала жіпті, көк шөпті, тоқ жіпті пайдаланған. Жақсы, өте жақсы, жарайсың отыр. Балалар, өткен тақырыпты есіңізге түсіру мақсатында осы онлайн платформамен ойын ойнайтын боламыз. Барлығымыз тақтаға шығып, QR кодты сканерлейік. Барлығымыз қосылып болсақ, ойынымызды бастаймыз. Балалар, олай болса, бірінші, екінші, үшінші орын алған оқушыларға ду қол шапаласы отпайды. Ондыққа кірген оқушылар бағалау парағындағы
екі оюды бояйды. Ал 10-тан төмен тұрған оқушылар бір оюды бояйды боламыз. Жақсы балалар, олай болса оқулықпен жұмыс жүргізетін боламыз. 46-шы беттегі 5-ші тапсырмаға назар аударыңдар. Тапсырманың берілгенін бізге диалог оқиды. Суреттерге қарап оқиғаларды әңгімеле. Салт дәстүрлерді бейнелейтін сөздердің мағынасын түсіндір. Жақсы. Дәптерлеріңді ашып, бүгінгі күнді жазыңдар. 46-шы беттегі 5-ші тапсырманы дәптерге орындайтын боламыз. Жақсы балалар, тапсырманы аяқтап болсақ, қаламымызды партаның үстіне қоямыз. Кім дайын? Бекзат. Суреттегі ат, бәйге, күрес, түнге ілу және көкпар ойындары бейнеленген. Бәйге ұлттық ойындардың бірі. Жақсы, өте жақсы, жарайсың Бекзат, отыра ғой. Келесі, Тәжолпан. Бұл жерде бізге көкпар туралы айтылған. Көкпар қазақтың ұлттық ойыны. Көкпарда барлығы таласып ойнайды. Жақсы, өте жақсы, отырамыз. Балалар, сабағымыздың келесі кезеңі топтық жұмыс. Қазір сендерге 3 топқа 3 түрлі тапсырма беретін боламыз. 2 минут ішінде берілген тапсырманы орындайсыз. Жұмысымызды бастаймыз. Бірінші топтың тапсырмасы осы берілген стакандардың сыртында сұрақтың жауаптары бар. Пирамида әдісі арқылы осы пирамиданы құрайтын боласыңдар. Берілген сұрақтарға жауап бересіңдер. Түсінікті ғой? Иә. Жақсы. Барлығымыз жинала қалайық. Екінші топ пазл әдісі. Бұл жерде 3 сұрақ, 6 жауап берілген. Бірақ 3 сұрақтың 3 дұрыс жауабы бар. Яғни бұл жерде 3 пазл артық. Тапсырманы бастаймыз. Түсінікті ғой? Иә. Адасқан әріптер. Бұл жерде әріптеріміз адасып тұр. Сол әріптерді құрастырып жазасыңдар. Осы жерде кірейміз. Желімде жазасыңдар. Болса, бірінші топ өздерінің тапсырмаларын қорғайтын болады. Бізге бірінші сұрақ сөздің затты немесе құбылысты білдіретін мағынасы деп тұр. Яғни бұл тура мағына болады. Дұрыс. Бір объектің ой жазылуы бірдей, мағыналары әртүрлі сөздер ол аноним деп аталады. Сын есімде болған синонимдер бізде келбетті және ажарлы болып табылады. Аноним болатын сөздер қара және ай. Үйде үлкендері жолаушылар кеткенде ауылдың қыз-келіншектері сол үйге жиналатын отырыс бастағы болып табылады. Жарайсыңдар, өте жақсы. Бірінші топтың барлық жауабы дұрыс. Тоғыз апалар. Бірінші топтың оқушылары өздеріне 2 оюды қойыңдар. Идеяның азығының, ауқаты барының, жақын ағайдана түсті пайдалану үшін салынған қолды бие немесе бұзаулы сиыр, кейде бірнеше ой ешкімде белгілі уақытқа сұра алатын дәстүр болған. Керемет, дұрыс жауап. Келесі Дәстүр біздің бәсіне. Мысалы, ол бізге ел балаларын түсінікке отырғызып айдар қойған. Соның ішінде алғаш рет жеке атқа мінгізу рәсімін өткізген. жарайсыңдар. Келесі дәстүр. Ашамайға отырғызу. Балалардың жастардың жаңа киім үшін, мысалы, қамшы, шана, ер тоқым берілетін ашылай сақтай сый. Өте жақсы, жарайсыңдар. Онда отырамыз барлығымызға. Екінші топ сабақ. Қанат, изеу, көз, құлан, пала, түс. Жақсы, жарайсыңдар. Енді сендер осы сөздердің амонимдерін атап шығыңдар. Қанат деген сөздің амонимі ол бізде құстың қанаты және де адамның қанаты сияқты басқа да сөздер жатады. Илеу ол құмырсқаның илеуі және де нан илеу сияқты. Көз адамның және хайуанаттың көздері. Құлақтың көзі. Құлақ ол адамның құлағы және де жануарлардың құлағы. Және тағы домбыраның құлағы. Иә балалар? Иә. Қала. Біздің Қазақстанда көп қалалар бар. Олар Талдықорған қаласы, Алматы қаласы. Жақсы, бұл сөздің амонимі? Бұл сөздің амонимі Жақсы, кімге кеседі балалар? Әзіре.
мына жерде қалады. Яғни кірпішті қала деген сияқты. Жарайсың, өте жақсы болды. Келесі. Түс. Бұл көп түсте бар. Жасыл түс, қызыл түс, сары түс Бұл жарайсың. Бұл сөздің не мағынасы бар? Сен түнде ұйықтағанда түсті көрдің бе? Қандай түс көрдің? Жақсы түс пе, жаман түс пе деген сияқты. Жақсы, өте жақсы жарайсыңдар. Отырыңдар. Үшінші топ әрқайсылары сабаққа белсенді қатысып, бөлімге бағалау парағына қоя аламыз. Екі минут. Енді балалар, сендерге жұптық жұмыс ретінде қазақтың ұлттық ойыны арқан тартыс ойынын ұсынамын. Қызың жол жіңішке деп айырдым. Аға молодецті. Дегеніміз не? Амоним дегеніміз жазуы, дыбысталуы біркелкі, бірақ мағынасы әртүрлі. Мысалыға қара, біздің түстен қара деген, көздің қарасы деген бар. Сінің жан-жағына қара дегендей бар. Жақсы, өте жақсы, жарайсың. Диар. 5. Қалау. 5. Мағыналы сөзге мысал келтір. Мысалы, адамның басы. Жақсы, жарайсың. Ұлаға. Маған 8. Антоним дегеніміз не? Олар бір-біріне қарама-қарсы сөздер. Мысалы, ақ пен қара. Жарайсың, өте жақсы. Келесі. Елжан. Маған 6 түсті. Амоним сөздерге мысал келтір. Амоним мысалы бас, адамның басы, хайуанаттың басы, көшенің басы, таудың басы. Жарайсың, өте жақсы. Орнымызға отырып, бір қазақша ойынды қояйын. 9. Міндір. Көп мағыналы сөздерге мысал келтір. Мысалы, бұлақтың көзі, күннің көзі, және де басқа, және адамдардың көзі. Сөздің синонимі ата шаттану және де қуану. Жақсы балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сабақтан алған әсерлеріңізді бөлу үшін сендерге Classroom Screen платформасын ұсынамын. Енді сабақта сендерге барлығы түсінікті болса жасылды басасыңдар, кейбір жерлер түсініксіз болса сарыны, мүлдем түсінбесіңдер қызылды. Енді сендер бір-бірден айтып отырсаңдар, мен белгілеймін. Фотосуреттердің желісі бойынша әңгіме құрастыру, тура және ауыспалы мағыналы сөздерді, көп мағыналы сөздер, амоним, антоним, синонимдерді көркемдік ерекшеліктеріне сай қолдану. Бүгінгі сабақта сабақ мақсатымызға жете алдық деп ойлайсыздар ма, балалар? Жарайсыңдар. Мен де солай ойлаймын. Жақсы балалар, сабағымыздың соңына да келіп жеттік. Олай болса, сабағымыздың басында берілген сендерге бағалау парағын алып, кім қанша балл алғанын айтасыңдар. Кім қанша балл алған? Жарайсыңдар, өте жақсы. Қапура, сен неге 7 балл алып қалдың деп ойлайсың? Мен топтық жұмыста белсенді қатысқанмын. Жарайды, жақсы. Келесі сабақта міндетті түрде топтық жұмысқа белсенді қатысамыз. Енді былай болса, балалар бағалау парақтарында маған жинап берді. Жақсы балалар, бүгінгі сабағымыз өз мәресіне жетті. Олай болса, күнделігімізді ашып, үй тапсырмасын жазып алайық. Үйге тапсырма 48-ші бет, 3-ші тапсырма. Сау болыңдар балалар.